Баршаңызға сәлем достар. Әдеттегідей бүгінгі видео түс жору жайлы болады. Өткен бір видеомызда түсіңізде қайтыс болған анамызды көрсек қалай жоримыз деген видео жасаған болатынбыз. Сол видео баршаларыңызға ұнапты. Егер көрмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп, видеоларымызды көріп шығыңыздар. Әрине, аналарымыздың орны ерекше ғой бұл өмірде. Өмірден өткен аналарымыздың жандары жәннаттан болсын. Алла тағала екі дүниенің абыройын берсін. Түс жорушы ғалымдар түсіңізде анаңызды көрсеңіз, жақсылыққа жору керек екендігін айтып өткен. Ал енді нақтырақ тоқталайық. Егер сіз түсіңізде анаңызды көрсеңіз, жұмысыңыз алға жүріп, мол табыс табатындығыңыздың белгісі. Ал егер анаңызбен сөйлесіп тұрсаңыз, жақсы хабардың келетіндігін білдіреді. Егер түсіңізде анаңыздың сізді шақырып тұрғанын көрсеңіз, ата-аналық міндетіңізді дұрыс орындасын деп сізге кеңес беруде. Сондықтан да балаларыңызға көп көңіл бөліңіз. Ибн Сириннің түс жоруы бойынша, егер түсіңізде анаңызды көрсеңіз, басыңыздағы қайғыңыздан арылатындығыңыздың белгісі деген. Егер түсіңізде анаңызды сүйсеңіз, сіз бір жақсы амал жасап, Аллаға жақындағаныңызды білдіреді. Жағдайы нашар адам түсінде өмірден өткен анасын көрсе, жағдайының жақсаратындығын білдіреді. Бірақ та Аллаға ұнамсыз нәрселер жасап, маңдайыңызға жазылған рызық несібеден айырылып қалмаңыз. Түсіңізде қайтыс болған анаңыздың сыртынан бақылап тұрсаңыз, сіздің бақытты екеніңізді білдіреді. Егер анаңыз түсіңізде үйіңізге келсе, үйіңіз берекелі болатындығын білдіреді. Егер түсіңізде анаңыздың сізге хабарласқанын көрсеңіз, сіздің жасап жүрген бір жаман ісіңіздің ешкімге ұнамай жүргендігін білдіреді. Сол себепті ол істен аулақ болыңыз. Түсіңізде анаңыздың жылап тұрғанын көрсеңіз, анаңыздың қарызы бар екендігінің белгісі. Сол себепті анаңыздың қарызын өтеп беріңіз. Ал егер қарызы болмаса, немесе білмесеңіз, анаңыздың атынан шамаңыз келгенше көбірек садақа беріңіз және көбірек дұға қылыңыз. Егер түсіңізде анаңызды сізге келіп ашуланып тұрғанын көрсеңіз, сіз бір адамды ренжітіп қойғаныңызды білдіреді. Сол себепті сол адамнан кешірім сұрағаныңыз дұрыс болады. Достар, осымен түс жоруға арналған шығарылымымыз аяқталды. Егер де біздің видеомыз ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Және де подписаться бөлімін басып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар.